Эллиотқа The story Паулдың үлкен ағасы Эллиотқа қорқынышты түс көргенін айтқанынан басталады. Сол түсінде жердің табиғи ресурстары кенет жоғалып кетті. Көп ұзамай аспанда жұмбақ қызыл планета пайда болды. Кейінірек адамдар оны қызыл ай деп атады және көптеген жылдар бойы оның ерекше энергиясын өркениетті тірі қалдыру үшін пайдаланды. Алайда, ақырында планета жер бетіне өте алмайтын магнит өрісімен қоршалып, жақындай бастады. Бір кездері адамзаттың аман қалуына көмектескен нысан оның ең үлкен қаупіне айналды. Паулдың түсінде тағы бір оқиға болды. Ол бір адамның қызыл айды тоқтатуға күші жететінін көрді. Бірақ ол адам әлемді құтқармай тұрып жоғалып кетеді. Бірнеше жылдан кейін Париж жансыз шөл далаға айналды. Қала бір кездері оған өмір сыйлағанның бәрін жоғалтты. Көшелер шаң басқан, аспан қараңғы және денсаулығы нашар болып көрінеді. Ал адамдар қалған күндерін болашаққа қараудың орнына ақыр заманды күтумен өткізеді. Үлкен қызыл ай қирандылардың үстіндегі көкжиекті жарықтандырады. Оның жерге жақындағаны сонша, оның тартылыс күші планетаға әсер ете бастады. Егер осылай жалғаса берсе, ақырында екі дүниеде жойылады. Еден қираған пейзажды жалғыз өзі басып өтеді. Ол шаршады, қорқады және үнемі иығына қарайды. Ол қозғалғанда, оның санасында баланың дауысын естиді. Ол оны алға ұмтылуға және қорқынышын жеңуге шақырады. Бұл дауыс жақын маңдағы біреуден шықпайды. Ол тек оның басында ғана бар. Біраз уақыттан кейін Паул жақсы қорғалған үкіметтік қаланың сыртында салынған елді мекенге келеді. Жер ресурстары таусылғаннан кейін қақтығыстар бүкіл әлемге тарады. Бұған жауап ретінде үкіметтер тірі қалғандарды таңдау үшін бекіністі қалалар құрды. Ал басқалары қала қабырғаларының сыртындағы шөлдегі қатал лагерлерде тұруға мәжбүр болды. Қарулы күштер барлық жерде бар. Қарулы жасақтар бақылау бекеттерін күзетеді. Ал дрондар халықты бақылап, аспанды күзетеді. Билік оны іздеп жатқанда, Паул өзіне назар аудармауға тырысады және көпшіліктің арасынан абайлап өтіп кетеді. Ол үшін әрбір камера мен патруль тағы бір қауіп төндіреді. Тасымалдауды қажет ететін Паул оған көмектесуге келіскен адамға жүгінеді. Мәмілені талқылағаннан кейін, ер адам оны автотұраққа апарып, қалқымалы көлікті сатады. Бұл болашақта дәстүрлі доңғалақты көліктер жоғалып кеткен, кең таралған көлік түрі. Осы дәуірдегі көліктер электромагниттік энергия жүйелері арқылы жер үстінде қалықтап, доңғалақсыз қозғалады. Паул сатып Для сочного мяса и румяного цвета Ротон бульон. Секрет домашнего вкуса на первое и второе. аяқтаған кезде, кенеттен оған әскери ұшқышсыз ұшақ жақындап келіп, оны сканерлеп жатыр. Бұл үлкен қиындық туғызады. Өйткені Паул әлемдегі ең көп ізденетін адамдардың бірі. Ол соңғы 4 жылда билік іздеп жүрген жоғалған астронавт. Бірнеше жыл бұрын Полдың әкесі Генри қызыл айдың энергиясын қалай пайдалану керектігін ашқан атақты ғалым болған. Оның жетістігі адамзатқа жер ресурстары таусыла бастағаннан кейін аман қалуға уақытша мүмкіндік берді. Қысқа уақыт ішінде адамдар дағдарысты жеңуге болатынына сенді. Кейінірек Генри қызыл айдың жерге тұрақты түрде жақындап келе жатқанын және ақырында айналасындағылардың бәрін жойып жіберетінін түсініп, апатты тоқтатуға шешім қабылдады. Ол оны жою миссиясын әзірледі. Планетаға көптеген зондтар мен аппараттар жіберілді, бірақ олардың ешқайсысы оның күшті магнит өрісіне төтеп бере алмады. Генри бұл миссияны орындау үшін өз ұлын таңдады. Алайда Пол ешқашан ғарыш кемесіне мінген емес, ұшыру болмай тұрып, ол жоғалып кетті. Ол қатысудан бас тартты. Өйткені ол қызыл айдың ғарыштағы жай ғана нысан екеніне сенбеді. Ол онымен қарым қатынас жасайтын және оған адам түсінбейтін нәрселерді ашатын тірі, саналы жаратылыс екеніне сенімді болды. Оның мәлімдемелеріне қарамастан, оның тарихын ешкім байыппен қабылдаған жоқ. Үкімет үшін Паул олар қорғауы керек адам емес, қашып кеткен өмірлік маңызды байлық болды. Ол қазір жер астында өмір сүріп жатыр. Бос жерлерді аралап жүр. Ал билік оны іздеуді жалғастыруда. Қалқымалы көлік сатып алған соң, Паул елді мекеннен шығып, шөлге қарай бет алды. Көп ұзамай көлік кенет жұмысын тоқтатады. Ол сатушының оны алдап кеткенін түсінеді. Себебі оның батареясы толығымен таусылған. Сонымен бірге оны сканерлеген дрон оның жеке басын растау үшін қайта оралады. Ол өзінің анық бейнесін билікке жібермес бұрын, Паул оны атып түсіреді. Көлік енді жұмыс істемейтіндіктен, ол шағын жөндеу шеберханасына жеткенше, оны бос жерден итеріп жіберуге мәжбүр. Бұл шеберхананы Эльма есімді қыз басқарады. Ол аман қалуға мұқият және тәжірибелі. Ол оған батареяны толығымен ауыстыру керектігін айтады. Жаңасын алуы мүмкін болса да, ол мұны істеу үшін кем дегенде 3 күн қажет екенін түсіндіреді. Паул осынша уақыт күте алмайтынын алға тартады. Бірақ Эльма қосалқы бөлшектердің өте аз екенін анық айтады. Оларсыз көлікті қайтадан қозғалысқа келтіру мүмкін емес. Пол дүкенде отырғанда эфирде жаңалықтар репортажы пайда болады. Дүние жүзіндегі адамдар адамзаттың түпкілікті жоспарының жүзеге асуын бақылап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Аврора миссиясын мақұлдады. Бұл қызыл айға жету және оны жою жөніндегі соңғы әрекет. Бұл миссияға таңдалған астронавт Эллиот. Бұл Павелдің үлкен ағасы. Пол жоғалып кеткеннен бері Генри Эллиоттың табысына бар үмітін артты. Паул ғарыш кемесінің ұшырылуын үнсіз бақылап,
Қызыл айға сапарын бастады. Бір сәтке адамзаттың әлі де құтқарылу мүмкіндігі бар сияқты. Аврора Қызыл айға жеткенде, ол магнит өрісіне түсіп, тұрақтылығын тез жоғалтады. Басқару элементтері жоғалып, байланыс үзіліп, барлық жүйелер істен шығады. Сигнал толығымен жоғалып, жердегі экрандар қараңғыланады. Адамзаттың соңғы миссиясы оның аман қалғанын растамай сәтсіздікке ұшырады. Сәтсіздіктен кейін Эллиотқа не болғанын ешкім білмейді. Қызыл ай жерге баяу жақындай береді. Жерде Паул Эльманың дүкенінен есеңгіреп, қаңырап, бос қалады. Ол кетер алдында Эльма оған қарапайым қолмен салынған эмоджилері бар кішкентай түйреуіш береді. Ол шөл далада жалғыз жүргенде оның естеліктері қайта орала бастайды. Ол анасының ауруы мен оның қалай азап шеккені туралы ойлайды. Ол әкесінің қызыл айға әуестеніп кеткенін есіне алып, оның энергиясы оның өмірін сақтап қалуға жұмсалатынына сенді. Ол сондай-ақ Эллиотпен қарым-қатынасын және әлемді басқалар түсіне алмайтындай көргендей, әрқашан басқаша сезінетінін есіне алады. Паул жиі біртүрлі көріністерге ие болды. Бұл оған кенеттен шындықтың көрінісі болып көрінді, және ол енді ешкім ести алмайтын дауыстарды естіді. Бір қайталанатын көрініс оның жанынан кетпеді. Тірі жасыл орманның жарқын бейнесі. Бұл өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің көп бөлігі жойылып кеткен әлемде мүмкін емес нәрсе. Осыған қарамастан, Паул орманның шынайы екеніне және қандай да бір жолмен қызыл аймен байланысты екеніне сенді, өйткені ол оны қорғайды немесе қорғайды. Осы сенімнің арқасында Паул қызыл айды жою туралы шешім қабылдағанда Генриді тоқтатуға тырысты. Оның жойылуы адамзатты құтқармауы мүмкін. Керісінше, оның соңғы үмітін үзуі мүмкін екенін ескертті. Генри тыңдаудан бас тартты және бәрібір жоспарын жалғастырды. Әрқашан тәртіп пен логикаға сенетін Эллиот Паулға ешқашан сенбеген. Ол інісін теңгерімсіз, әлсіз және сенімсіз, сенуге болмайтын адам ретінде көрді. Аврора миссиясы сәтсіздікке ұшырап, Эллиот жоғалып кеткеннен кейін, бұл шешім енді маңызды емес және әлем ресми түрде мойындалған соңғы үмітсіз қалды. Нәтижесінде барлық жерде адамдар ақыр заманның жақын екенін түсіне бастады. Жөндеу шеберханасында Эльма жаңалықтарды тыңдап отыр. Экранда Паулдың бейнесін көргенде, ол сынған, көлікті әкелген тыныш адамның шын мәнінде жоғалып кеткен астронавт Полва Р екенін түсінеді. Ол алды не күтіп тұрғанын әлі де өзгерте алатын жалғыз адам болуы мүмкін екенін түсінеді. Ол қаруын алып, оған шабуыл жасауға дайындалып жатыр. Ол кетер алдында әкесі келіп, онымен сөйлесуге тырысады. Бұрынғы зорлық, зомбылық пен анасының кетуіне және олардың отбасын құртуына себеп болған зиян үшін кешірім сұрайды. Эльма жауап бермейді және онымен сөйлеспей кетуге шешім қабылдайды. Ол әскерилер оған жеткенше Паулды табуға бел буып, шөл далаға аттанады. Сонымен бірге, осы жерден алыс жерде, қараусыз қалған жерде екі бала ойнап жүр. Сол кезде аспаннан кенеттен бір нәрсе түсіп кетті. Олар апат болған жерге қарай жүгіреді. Жартылай жерге көмілген зақымдалған ғарыш капсуласы табылды. Ішінде әрең тірі адам бар және ол Эллиот екені белгілі болды. Ол әйтеуір ұшақ апатынан аман қалды. Эльма ақыры Паулды апатқа ұшыраған көліктердің арасынан тауып алады. Ол жерде жаралы, қансыраған қолдарымен сынықтарды қазып, пайдалануға жарамды қуат көзін табуға тырысады. Эльма оның қасына келіп, оның кім екенін білетінін айтады. Содан кейін онымен бірге жүруді ұсынады. Паул одан бірден бас тартады және оның қасында қалған кез келген адам оның кетуін бұйыру арқылы зардап шегетінін ескертеді. Содан кейін Эллиотты күзетілетін мекемеге апарады. Сонда ол Генримен қайта қауышады. Ол миссияның орындалмағаны үшін кешірім сұрауға тырысады. Бірақ Генри енді ақтауға қызықпайды. Оның орнына ол Эллиоттың қандай болып кеткеніне алаңдайды. Қызыл айдың магнит өрісінен өткеннен кейін Эллиоттың денесі толығымен өзгерді. Ол бірнеше сағат бойы өлімге жақын күйде болды. Бірақ оның денесі жасушалық деңгейде өзгерген құрылыммен өмірге қайта оралды. Қызыл ай оны жай ғана зақымдап қана қоймай, әдейі өзгерткен сияқты. Осы уақытта шөл далада Павел зақымдалған көлігімен тағы да соғысып жатыр. Ал Эльма оны алыстан бақылап отыр. Көп ұзамай солдаттар келеді. Паул тағы бір қақтығысқа түсуге мәжбүр болып, қайтадан қашып үлгерді. Сол күні кешке Эльма өзінің тіркемесіне оралып, оның өрттен жойылғанын көреді. Оның қолында бардың бәрін өртеп жіберген әкесі кінәлі. Оның қалған жалғыз баспанасы жоғалып кетті және ол мүлдем қаңырап бос қалды. Ол еш өкінбестен қасында тұр. Келесі күні Эллиот Паулдың қайда екені туралы хабарды алғаннан кейін бұл аймаққа келеді. Ол Паулды ұстап алып, оны миссияға қайтаруға ниетті. Жолда ол Эльманың әкесімен кездесіп, оған сұрақтар қояды. Алайда Эллиот енді жерді тастап кеткен адам емес. Қызыл ай оны қатты өзгертті. Эллиот басқа адамдардың санасына енуге мүмкіндік беретін қабілетті дамытты. Ол олардың ең терең кінәсін бетіне шығарып, оны өздеріне қарсы қоя алады. Бұл оларды жасырғысы келетін барлық нәрсеге қарсы тұруға мәжбүр етеді. Бұл күш оның адамгершілігін төмендетеді және тірі судьяға көбірек ұқсайды. Ол бұл қабілетті Эльманың әкесіне қарсы қолданғанда,
оның ішінде жасырылған зорлық, зомбылық пен қатыгездікті әшкерелейді. Оның құндылығын көрмей, Эллиот бұл адамды өз өмірін қиюға мәжбүрлейді. Элма бұл әрекеттің куәсі болып, есеңгіреп қалады. Бұл шок және қайғы. Жақын жерде тұрған Паул абыржушылықты пайдаланып отыр. Ол Эллиоттың көлігіне отырып, батареяны ұрлап кетеді. Ол кетпекші болғанда, Элманың қиналып жатқанын байқап, оны тастамауға бел буады. Ол оны көлікке сүйреп апарады. Олар бірге қашып кетеді. Сапар барысында Элма онымен бірге болуды ақтауға тырысады. Жалғыздық Паулды оңай нысанаға айналдыратынын түсіндіреді. Ал егер олар ерлі-зайыптылар ретінде қабылданса, бұл олардың көпшілікпен араласуына көмектеседі. Паул бұл идеяға қарсы тұрады, бірақ сайып келгенде, оның онымен бірге болуына мүмкіндік береді. Элма зорлық, зомбылықтан құтылу үшін бірнеше жыл бұрын жоғалып кеткен анасын іздеп жүргенін айтады. Кейінірек ол анасының әлі тірі екеніне сенімді емес екенін мойындады. Ол сондай-ақ одан да қараңғы шындықты ашады. Ол бір кездері Паулға опасыздық жасап, оны сыйақы ретінде берді. Бұл ақша оның бұл жерден кетуіне және өмірін жақсартуға көмектеседі деп үміттенді. Павелмен бірге саяхаттап жүргенде, Элма ол туралы пікірін баяу өзгертеді. Оны іздеуде жүрген қылмыскер ретінде көрудің орнына, ол оны қорғау қажеттілігін сезіне бастайды. Паул әлі күнге дейін өзінің балалық шағында көрген орманды, қираған әлемде болмауы керек жерді табу мақсатына назар аударады. Олар әскери бақылау бекетіне келеді. Онда Паулдың жеке басын анықтау оңай. Анықталмас үшін Элма көлікті басқаруды өз қолына алады және ол арқылы сабырлы түрде өтеді. Әдеттегідей әрекет етеді және қорқытпайды. Оның мінез-құлқы оларға тоқтаусыз жүруге мүмкіндік береді. Кейінірек олар жол бойындағы қараусыз қалған асханаға тоқтады. Ішінен Паул ескі сымды телефонды тауып алып, Генриге қоңырау шалады. Ол оны Эллиотты жіберді деп айыптайды. Бірақ оның аман қалуға мүмкіндігі жоқ екенін білді. Содан кейін ол қызыл айдың жай ғана қауіп емес, өмірдің өзіне қатысты үлкен жүйенің бір бөлігі екенін түсіндіруге тырысады. Генри мұны қабылдаудан бас тартады және оған анасын емдейтін дәрі жасамағанына өкінетінін айта бастайды. Әңгіме жалғаспай тұрып, сарбаздар асханаға шабуыл жасайды. Олардың бірі ауыр сауыт киген және өте күшті. Ол Паулды тез жеңеді. Паул қатты соққыға жығылып, жеңіліске ұшыраған сияқты. Элма назарын қысқа уақытқа аударып, Паулға сарбазды ұрып соғып, қашып кету үшін жеткілікті түрде қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Олар асханадан бірге шығып кетеді. Бірақ Элма жаңа ғана куә болған зорлық-зомбылықтан және оның қаншалықты оңай төбелеске ұласқанынан шошып кетті. Бұл арада олардың соңынан әлі де еріп жүр. Эллиот олардың көлігін қадағалап отыру үшін жасырын түрде өрмекші тәрізді шағын бақылау құрылғысын жіберді. Ол олардың соңынан еріп, олардың орналасқан жері туралы ақпаратты оған жібереді. Жолда келе жатып, Пол Элмаға бала кезінен болашаққа деген көзқарасы бар екенін айтады. Ол бір кездері Генриге ескертуге тырысқанын, бірақ әкесі оған сенуден бас тартқанын және айналасындағылар әрбір ескертуді тұрақсыздықтың көрінісі ретінде қабылдамағанын түсіндіреді. Паулдың танылу мүмкіндігін азайту үшін Элма шашының түсін өзгертеді. Эллиот асханаға келіп, мекемені басқаратын әйелге сұрақтар қояды. Оның ойына ену қабілетін пайдаланып, оның күйеуін өлтіргенін біледі. Ол оның кінәсін соңғы үкім ретінде қарастырады және іздеуді жалғастырмас бұрын оны өз өмірін қиюға мәжбүрлейді. Көп ұзамай Эллиот олардың артында қалады. Ал Пол мен Элма найзағайға, шаңға және қатты желге толы қатты дауылға тап болғанша көлік жүргізуді жалғастырады. Хаос кезінде Пол көлікте жасырылған өрмекші тәрізді бақылау құрылғысын тауып алып, оны жойып жібереді. Бұл Эллиоттың орналасқан жерін жоғалтуына келеді. Олар бір кездері театр қызметін атқарған, қараусыз қалған ғимаратқа жеткенше дауылдан өтіп бара жатыр. Ішінде голографиялық жүйе әлі күнге дейін жердің бұрынғы бейнесін жобалап, тірі ормандарды, мұхиттарды және қазір жоқ жануарларды көрсетеді. Олар жоғалған дүниенің қалдықтарын үнсіз бақылап отыр. Элма Паулдан жаңбырды көргенін сұрайды. Ол көргенін есіне алып, оны қазіргі әлемнің қаталдығымен салыстырғанда нәзік және тыныштандыратын, шындыққа жанаспайтын нәрсе ретінде сипаттады. Сурет өзгеріп, еден кенет тоқтап қалады. Онда орман бейнеленген. Ол бала кезінен өз көзқарасында көрген нәрсеге дәл сәйкес келеді. Ол жақындап келеді. Бірақ бұл жай ғана жарық пен деректерден жазылған проекция екені белгілі болды. Орман шынайы емес. Бұл баяғыда жоғалып кеткен жердің мұрағаттық суреті ғана. Мұны түсінген Паул қатты шошып кетті. Ол сенгенінің бәріне күмән келтіре бастайды. Ол өзінің көзқарастарының жалған екенін және Генридің басынан бастап дұрыс болуы мүмкін екенін қарастырады. Элма оны тыныштандыруға тырысады. Бірақ оның көңілімен шатасуы оны итеріп жібереді. Көп ұзамай Эллиот сарбаздармен бірге пайда болады. Пол мен Элма тез арада жоспар құрып, Павел қашып кету үшін Элманы кепілге алғандай кейіп танытады. Алайда, Эллиот оны бірден тістеп алады. Ал сарбаздардың бірі оны еш ойланбастан атып, Элманы ауыр жарақаттайды. Паул оны ұстап алып, қашып кетеді. Ал Эллиот оларды дауыл арқылы қуа береді. Алған жарақаттарына қарамастан, Элма олардың көлігін биіктікке көтеріліп, ұшатын етіп орнатады. Көп ұзамай Эллиот оларға соқтығысып, екі көліктің де апатқа ұшырауына себеп болды. Қоқыстардың арасында Пол мен Эллиот ұзақ уақыт бойы алғаш рет бетпе-бет кездесті. Олар бетпе-бет келіп, сөйлесе бастайды. Эллиот өзінің ақыл ой қабілеттерін Паулға қарсы пайдаланып,
оны өзін-өзі жою туралы ойлауға мәжбүр етеді. Паул қысыммен күресіп жатқанда, ол психикалық шабуылдан өтіп бара жатқан Эльманың даусын ести бастайды. Эллиотпен байланыс соңғы сәтте үзіледі. Өйткені Паул оған қарсы тұра алады және оны жеңіп, Эллиоттың өмірін қысқартады. Содан кейін Паул Эльманы әлі тірі емес қауіпсіз жерге апарады. Онымен ажыраспас бұрын, ол оған бала кезінен көрген көріністерінің эскиздерімен толтырылған балалық шақтағы сурет кітабын береді. Осыдан кейін Паул қашуға тырысуды тоқтатады. Сарбаздар келгенде, ол тапсырылып, қамауға алынады. Оны Генридің қасына апарады және ол миссияны жалғастыруға келіседі. Бірақ Эльма медициналық көмек алған жағдайда ғана Генри бұл шартты қабылдайды. Бірнеше күннен кейін еден ғарышқа көтерілген зымыран тасығыштың ішінде жатыр. Осы уақытта Эльма бірте-бірте есін жиып, күртесінің ішіне жасырылған эскиз кітапшасын тауып алады. Оны қарап отырып, ол эскиздердің кездейсоқ сызбалар емес, өткен және болашақ сәттерді бейнелейтін оқиғалар тізбегі екенін түсінеді. Ғарышта Паул қызыл айға жақындап, оның шынайы табиғатын түсінеді. Ол бұл жау емес, адамзаттың оған деген көзқарасына жауап беретін жердің табиғи тепе-теңдігінің бір бөлігі екеніне сене бастады. Оның түсінігіне сәйкес, адамдар оны басқаруға немесе жоюға тырысқанда, қызыл ай олардың әрекеттерін бейнелегендей жауап ретінде жақындады. Паул магнит өрісіне ядролық оқтұмсықтармен еніп жатыр. Ал қалған адамзат оның соңғы соққыны жасайтынына сенеді. Сайып келгенде, Паул миссияның бұйрықтарын орындамауға шешім қабылдады. Ол қызыл айдың әрқашан адамдардың әрекеттеріне жауап беретінін және өздігінен әрекет етпейтінін түсінеді. Ғарыш кемесін толық бақылауға алғаннан кейін, ол барлық байланыстарды үзіп, миссияны белгіленген жолдан басқа жаққа бағыттады. Содан кейін ол ғарышта зымыранның өзін-өзі жою механизмін іске қосты. Паул жарылыс кезінде қаза тауып, зорлық-зомбылық циклін жалғастырудың орнына тоқтатуды шешті. Оның бұл әрекеті шабуыл емес, соңғы құрбан болды. Жерде Эльма аспанды нұрландырған жарылыстың куәсі болды және қайғыдан есінен танып қалды. Осыдан кейін қызыл ай оған жақындаудың орнына жерден баяу алыстай бастады. Дағдарыс азая бастады. Эльма еденге сурет салу кітабына қайта оралып, оның жаңбыр астында тұрған соңғы бетін табады. Оны қолына алған кезде, ол мұны Паулдың қателеспегенін, не болып жатқанын түсінуде басқалардан озып кеткенін растау ретінде түсінеді. Көп ұзамай ол қолында қолшатырмен сол жерде тұрып, аспанға қарайды. Вау!